Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Телесабаққа қош келдіңдер. Бүгінгі сабақтың тақырыбы өсімдікке жарық қалай әсер етеді. Бүгінгі сабақта өсімдіктердің қоршаған ортаға қалай бейімделетінін түсінесіңдер. Бейімделу ортасына қарай оларды ажырата аласыңдар. Сендер мына бір суреттерге назар аударсаңдар, балалар. Өсімдіктің биіктігіне қараңдаршы. Не байқадыңдар? Кейбір өсімдіктердің бойы аласа, кейбір өсімдіктердің бойы биік. Ал енді сендерге сұрақ, балалар. Орманның төменгі қабатында орналасқан өсімдіктерді қандай топтарға жатқызуға болады? Естеріңде болса, біз өсімдіктердің 3 топқа бөлінетінін танысқан едік төменгі сыныптарда. Өте дұрыс айтасыңдар, бұталар мен шөптектілерге жатқызсақ болады екен. Ал қандай өсімдіктер орманның жоғары қабатына орналасқан? Дұрыс, ағаш. Неге олар жоғары қабатына орналасқан? Иә, балалар, себебі олардың бойы биік. Енді осы жерден тағы бір сұрақ туындайды, балалар, сендерге. Күн сәулесі биік ағаштарға жақсы түсе ме, әлде бұта мен шөптекті өсімдіктеріне жақсы түсе ме? Тамаша, балалар. Әрине, биік өскен өсімдіктер күн сәулесін жақсы қабылдайды. Мына суретте анық берілген. Балалар, міне өсімдік биік ағаш өсіп тұр. Яғни бұл алаңқайда өскен ағаш күн сәулесін еркін қабылдайды өзіне. Барлық жағында жапырақтары толық жетіліп өскен. Енді Аққайын орманына қараңдар. Жалғыз тұрған ағашпен тығыз орналасқан ағаштардың айырмашылығы бар ма? Иә, мына ағаш күн сәулесін еркін қабылдаса, қайыңдар күн сәулесін өзіне қажетінше ғана қабылдайды. Өйткені олар тығыз орналасқан. Және қайыңдар күнді мына ағаш сияқты жақсы көрмейді. Енді мына суретке назар аударыңыздар. Өсімдіктер өздерінің бейімделу ортасына қарай күн сәулесін қалай қабылдайды? Орманның төменгі қабатына қарай жапырақтар жоқ. Себебі бұл қабатта күн сәулесі жақсы түспейді. Ал керісінше орманның жоғарғы қабатына қарай жапырақтар жақсы жетілген. Бұл өсімдіктердің бейімделу ортасы деп аталады. Яғни әр өсімдік өзінің тіршілік ету ортасына қарай бейімделіп өседі. Тіршілік ететін ортасы өзіне қолайлы. Ағаш, бұта, шөптекті өсімдіктердің барлығы өзін қоршаған орта жағдайына қарай бейімделіп өседі. Енді, балалар, өсімдіктер мен өсімдіктердің тыныс алуы жайлы берілген бейнематериалды бірге көрейік. Орманда әртүрлі ағаш, бұта, астыңғы жағында қалың шөптесін өсімдіктер өседі. Орманды жерлер негізінен Қазақстанның солтүстігінде орналасқан. Қай ағаштың түрі басым болса, орман соның атымен аталады. Мысалы, қайыңды орман, қарағайлы орман. Ағаш сияқты ірі өсімдіктер жасушалардың өсуімен бөліну үшін, энергияны алу үшін, тыныс алуға қанттың көп мөлшерін қажет етеді. Өсімдіктерге бүкіл тіршілік үдерістер үшін энергия көзі қажет. Оның ішінде жаңару үшін де. Бұл энергия жасушалық тыныс алу нәтижесінде мүмкін болады. Өсімдіктерге үздіксіз тыныс алуды жүзеге асыру керек. Фотосинтез түнде болмайды. Сол себепті түнде өсімдіктер тыныс алу үшін жеткілікті қоректік заттарды күні бойы алуы керек. Жануарлар тыныс алғандағы сияқты, өсімдік жасушалары тыныс алған кезде жаңару сияқты тіршілік үдерістеріне және өсу үшін қажетті энергия бөлінеді. Сондай-ақ су мен көміртек диоксиді бөлінеді. Бұл қалдықтар жапырақтар арқылы босап шығады. Балалар, жаңа біз барлық өсімдіктер күнді сүйеді, күнді жақсы көреді, күн сәулесіне ұмтылып өседі дедік, солай ма? Екі оқушы қолдарына гүл ұстап кетіп бара жатқанын көріп тұрсыңдар. Ұл баланың қолындағы гүлдің аты бақыт гүл деп аталады, ал қыз баланың қолындағы гүл нарғыз гүл деп аталады. Қызық, балалар, бақыт гүл мен нарғыз гүлі олар күз мезгілінде гүлдейді екен. Яғни күн сәулесі азайып, сәл салқын түскенде күздің басқы уақыттарында
бұл гүлдер өзінің гүлін ашады екен. Енді гүлдерді, жалпы өсімдіктерді үлкен 3 топқа бөле аламыз. Осы 3 топқа қарай отырып, өсімдіктер бейімделіп өседі екен. Көлеңкеге төзімді, көлеңке сүйгіш және жарық сүйгіш. Көлеңкеге төзімді өсімдіктер қайың, көктерек, емен, шырша, бүлдірген. Яғни бұл өсімдіктер күн сәулесі жақсы түспесе де, жеткілікті деңгейде өсіп жетіледі екен. Көлеңке сүйгіш өсімдіктерге саумалдық пен қырыққұлақты жатқызамыз. Олар көлеңкені жақсы көреді. Ал жарық сүйгіш, яғни күн сәулесін мол болғанын қалайтын өсімдіктер қызғалдақ, қажжуа, астық дақылдары, жебіршөп және шатыраш. Кестеден алған мағлұматтарымыз бойынша сөйлемдердің жалғасын табайық. Көлеңкеге төзімді, көлеңке сүйгіш, жарық сүйгіш. Мына жақта олардың анықтамалары берілген. Яғни қай өсімдіктің жарық мол түсетін жерді қалайтынын, қай өсімдіктердің жарық аз түсетін жерді қалайтынын, және қайсыларының күн сәулесінің тікелей түскенін ұнатпайтынын анықтауымыз қажет. Ойлануға аз уақыт берейін. Енді мен дұрыс жауапты сәйкестендіріп сызайын. Сендер өздеріңнің жауаптарыңмен тексеріп отырыңдар. Ең бірінші бізге қайсысын тапқан оңай? Алайық, жарық сүйгіш өзі айтып тұр, жарықты сүйеді. Яғни, ол жарықтың мол түсетін жерді ұнатады. Ендеше жарық сүйгіш өсімдіктердің ережесі жарық мол түсетін жерді қалайды. Енді көлеңкеге төзімді, көлеңке сүйгішті ажыратып алайық. Көлеңкеге төзімді өсімдіктер жарықты аз түсетін жерді қалай ма, жоқ әлде күн сәулесінің тікелей түскенін ұнатпайды ма? Көлеңкеге төзімді, ол жарық аз түсетін жерді қалайды. Ал көлеңке сүйгіш деген, ол жақсы көріп тұр көлеңкені. Ендеше күн сәулесінің тікелей түскенін ұнатпайды. Сендердің де жауаптарың осылай болды деп ойлаймын, балалар. Енді балалар, мына суретке қарайықшы, ойлануымызды қажет етеді. Сендер сияқты оқушы бөлме өсімдігіне көңіл бөлді. Не байқады? Жапырақтардың барлығының бір бағытқа қарай ұмтылғанын байқады. Неге жапырақтар бір бағытта тұр? Және олар қай жаққа қарай ұмтылып тұр? Дұрыс ойлап отырсыңдар, балалар. Жапырақтар терезеден түскен жарыққа қарай ұмтылғанын байқаймыз. Себебі бұл өсімдік күн сәулесін ұнатады. Енді сендер үйлеріңдегі гүлдерге мән беріңдер. Егер жапырақтары күн сәулесіне қарай ұмтылып тұрса, сендер ол гүлдің жапырағы аз бетіне қарай бұрып қойыңдар. Сонда жапырағы аз жаққа күн сәулесі мол түскенде, о жақ бетіне де жапырақтар жақсы дамып өсетін болады. Балалар, сексеуілге қараңдаршы. Қандай ортаға бейімделген? Көлеңкені жақсы көре ма, жоқ жарықты жақсы көре ма? Дұрыс ойлап отырсыңдар, балалар. Сексеуіл шөлді жерде өскендіктен ол жарықты жақсы көреді. Ендеше жарық сүйгіш өсімдік. Ал мына бір өсімдікке назар аударыңдар. Бұл қайың, бағанағы айтып өткен. Ағаштардың ұшарбасы биік боп келсе, қайыңның ұшарбасы байқап тұрсыңдар, дөңгелене келеді. Неге? Я, себебі қайыңдар көлеңкеге төзімді, көлеңкені қалайды. Жарықты аса ұнатпайды. Міне балалар, әрбір өсімдіктің өзінің тіршілік ететін ортасы бар екен. Әр қайсысы өзінің тіршілік ететін ортасына бейімделіп өседі екен. Бүгінгі сабақтан түсінгеніміз, балалар, өсімдіктердің қоршаған ортаға қалай бейімделетінін білдік. Бейімделу ортасына қарай оларды топтастырғанды түсіндік. Үйдегі өсімдіктерге бақылау жасауды білдіңдер. Олай болса, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Менімен бірге болғандарыңа көп рахмет. Сау болыңдар.